Бейбітшілік туралы ертегі. Ертеде Қанқұмар есімді патша болыпты. Атына заты сай жүрген жерін жапырып, бірде-бір тіршілік иесін қалдырмайтын. Әлемде тек өзім ғана болсам деп армандайтын. Мен өркөкірек патша халқына мүлде тыныштық бермепті. Жауыз патшаның зұлымдық істері ел жұртының берекесін кетіріп, тоз-тоз етіп бытыратып жіберіпті. Ал әлемде жалғыз өзім ғана үстемдік етуім керек деген ой басын билеп алған өзімшіл патша халқының күйзелуіне қарамастан жанталаса қаруланып жатқан болатын. Сондай күндердің бірінде Қанқұмар достық деген адамның өзіне қарсы күреске дайындалып жүргенін естиді. «Маған қарсы шығып жүрген кім өзі?» деп ызаланады. Қанқұмар, «Ондай адамды тез арада ұстап алып келіңдер, ол патшаға қарсы болудың қандай екенін көрсін». Бұйрық қатты, жан тәтті дегендей, патша нөкерлері жарлықты орындауға бар ынтамен кіріседі. Алайда халық өзінің адал ұлы достықты ұстап бермейді. Тіпті олар патшаға қарсы шыға бастайды. Мұның бәрі Қанқұмарға әрине жайлы тимеген еді. Ел ішіндегі патшаның тыншы жандайшаптары достықтың жасырынған жерін біліп қап қатты қуғынға ұшырайды. Ауыр күйзеліске тап болған достықтың құлағына бейбітшілік патшасы туралы, оның жарлы Жақыбайларға деген қамқорлығы жайлы хабар жетеді. Халқының жағдайына қатты қайғырып, оны Қанқұмардың қанды шеңгелінен қалай құтқарудың амалын іздеген достық бейбітшілік патшалығын іздеп сапар шегеді. Расында да бейбітшілік дархан көңілді, кішіпейіл, өздігінен ешкімге тиіспейтін, жазықсызға тиіскенді аямайтын, мейлінше әділ адам екен. Ол достықты жылы шыраймен қабылдап, басынан кешкендерін естіген соң өзіне уәзір етіп алады. Мұны естіген Қанқұмар қатты ызаланып, дереу бейбітшілік патшалығына қарсы соғыс жариялайды. Жеңсем бейбітшіліктің кең байтақ жеріне түгелімен өзім иелік етемін деген пасық ойы бар еді. Ал бейбітшілік патша болса, көктеген даңғой Қанқұмарға достықпен ақылдаса отырып табан тіресе күрес жүргізеді. Қанқұмардың қол астына қараған бар халқы жан тәнімен бейбітшілікті жақтайды. Сөйтіп қашанда әділдікті ту етіп ұстаған бейбітшілік жеңіске жетеді. Бұл кезде бейбітшіліктің кіші қызы ақ көгершін әдемі болып бой жеткен еді. Патша бұл қызын ақылдылығы, тапқырлығы үшін де басқа балаларынан ерекше жақсы көретін. Ақылына көркі сай ақ көгершін достықты ұнатады. Кейіннен бірін-бірі ұнатқан екі жас бақытты өмір сүріпті. Сөйтіп достық, уәзір мен бейбітшілік патша да
көптен ойлаған армандарына жетіпті. Содан бері бұл елден бұрын жаулап алғысы келіп жүргендер де қаймығады екен. Ал аз да болса жеңіске үлес қосқан ақ көгершін кейіннен бейбітшілік құсына айналса керек.